Құрметті сұлулар, біз ойлаймыз ғой, маткамыз бізге тек туу үшін керек деп. Солай жаратылғанбыз, аял адам туу үшін жаратылғанбыз да. Бірақ бізге берген аманатты жақсылап күтуіміз керек. Демек, маткамыз зияланса, маткамыз кеселленсе, біздің басқа органларға да тәсір етеді. Қой, мысал, УЗИ-ға түскен кездеріңізде сізге айтқан кездер болды ма? Бір бүйрегің, яғни бір почкаң төменге түсіп кетіпті дейді. О, қалай төмен түседі деп ойлаймыз ішкі құрылыста. Демек, бұл бұлшық етлер төменге салбырағаннан кейін сіздің маткаңызды де тартады төменге, бүйреклеріңізді де тартады. Мысалы, аялдар, мысалы, еркектер кешірерсіз, мысалы, жеңіл дертке шығып жатқанда, жуынып жатқан кездер мынандай болып маткамыздың төменге шығып кеткен жағдайлар болып жатыр. Мәйектей болып сыртқа шығып тұрған кездерде болады. Хачу деп түшкірсең де сідік кетіп қалған кездері болады. Бұл не қылады? Бұлшық етлер тонысын жойдып салбырағандықтан. Әмме кеселіктің емі бар. Мысалы, миома, киста, полиф, эрозия деген кеселдер қаяқтан кеп шығады? Осы матканың зиянланғаннан кеп шығады. Менструация цикл қалай бұзылады? Демек, бауырда нагрузка болса, біз дәрілерді жей берсек, қате ауқатларды жей берсек, бұл бауырға токсин, шлактың, зәһәрдің бәрін жинаймыз ба? Бауыр не қылады? Эстроген гормонын тастайды маткаға. Эстроген гормоны маткада көбейіп кеткеннен не алады? Маткада гормональный нарушение болып, әрқилы кеселіктер кеп шығады. Сол үшін құрметті аял қызларымыз, денсаулық бірінші өзіміздің қолымызда. Жылы ұстайық. Һәм де сол маткамыз егер төменге түсіп кеткен жағдайда әртүрлі жағдай болады. Ауыр көтергеннен, мысалы, стресстан бірінші себеп стресс, аял қызлар, өзімізді жақсы көрейік. Күйген дүние күйіп кетсін, бәрібір ол сіз қанша стрессте, қанша нервта болғанмен ол түзелмейді. Сол үшін денсаулығымызды дұрыслайық. Бірінші орында денсаулығымыз, өмірге бір мәртебе келдік. Біз қайта келе алмаймыз. Сол үшін ең әзі жеріміз, біздің қадірлі жеріміз бұл маткамыз. Матканы көтерейік. Яғни бұлшық етлерін бекемлейік, тонусларын жақсылайық. Сол кездер сіздің ішкі құрылыстарыңыз, бүйреклеріңіз, бауырларыңыз, біздің сүйіклі маткамыз де жоғары көтеріледі. Құрметті аял қызлар, бұның да емі бар. Сондай зор ажайып процедураларды біз жолға қойғанбыз.